Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі математика сабағын бастайық. Сабақ бастамас бұрын сабаққа қажетті кітап, дәптер, қалам, сызғыш, қарындаштарыңды дайындап алыңдар. Біз өткен сабақта заттардың ұзындығын өлшеп, ұзындықты өлшеу бірліктерімен танысқанбыз. Енді экранға назар аударыңдар. Экранда балдың суреті көрсетілген. Бұл балдың ұзындығы шамамен қанша сантиметр екен? Балдың ұзындығы шамамен 10 сантиметр ұзындықта екен. Ұзындықты өлшейтін өлшем бірліктерін тақтаға жазып, салыстырып әңгімелесейік. Мұғалімдерің тақтаға бірлік өлшемдерді жазды. 1 сантиметр неше миллиметрге тең? 1 миллиметрді 10 есе арттырсақ 10 миллиметр. 10 миллиметріміз 1 сантиметрге тең. 1 сантиметрді 10 есе арттырсақ 10 сантиметр. 10 сантиметр 1 дециметрге тең. 1 дециметрді 10 есе арттырсақ 10 дециметр. 10 дециметріміз 1 метрге тең. Ал салыстырсақ, ең кіші өлшем бірлігі миллиметр. 1 миллиметрден 1 сантиметр үлкен, 1 сантиметрден 1 дециметр үлкен, 1 дециметрден 1 метр үлкен. Мұғалімдерің сендерге туынды дайындап әкелді. Туындыларды әртүрлі нәрселерімен әшекейлеуге болады. Туындыда сендер білетін әңгіменің кейіпкерлері көрсетілген. Туындыға жақсылап назар аударайық. Бұл туындының жиегін оқушы ата-анасымен бірлесе отырып, туындының жиегін сары түспен қоршапты. Біз бұл туындының жиегіне қанша сантиметр лента жұмсағанын өлшеп көрейік. Ұзындықты өлшеу үшін бізге лента қажет. Қазір сендер жақсылап назар аударып, қарап отырыңдар. Сабақ біткеннен кейін сендер тәжірибе жасап көрулеріңе болады. Бұл туынды 4 қабырғалы екен. 1, 2, 3, 4. Мұғалімдерің лентаның ұзындығын белгілеп алды. Енді лентаның ұзындығын сызғышқа қойып өлшейік. Лентаны сызғыштың нөл өлшемінен бастап өлшейміз. Лентаның ұзындығы 90 сантиметр екен. Олай болса, туындыдағы сары лентаның ұзындығы 90 сантиметрге тең. Демек, біздің бүгінгі сабағымызда бейнелердің жиегінің ұзындығын өлшеп үйренеміз. Келесі тапсырманы орындау үшін мына суретке қараңдар. Мұнда не бар екен? Бұл 2-ші сыныптың оқушысы сызған сурет. Суретті үшбұрыш бейнеге сызған. Ал келесі суретке қарай. Суретті үшбұрыш бейнеге сызып, жиегін сары түспен қоршап қойыпты. Жиегін қоршағанда туынды тіпті әдемі көрінеді. Жиегін қоршаған сары лентаның ұзындығын табайық.
мұғалімдердің тақтаға орналастырсын. Бұл үшбұрыштың жиегінің ұзындығын табу үшін сызғышпен өлшейік. 22 сантиметр. Келесі жағы 21 сантиметр. Астыңғы жағы 25 сантиметр екен. Біз үшбұрыштың қабырғаларының ұзындығын таптық. Енді барлық қабырғасының ұзындығын табайық. Барлық қабырғаларының ұзындығын табу үшін қайтеміз? Қосу амалын керектенеміз. Тақтаға мұғалімдерің жазсын, сендер дәптерлеріңе жазып алыңдар. 21 сантиметр. Қосуымыз 22 сантиметр. Қосамыз 25 сантиметр. Қабырғаларының қосындысын табайық. Алғашқы екі қабырғасы 43 сантиметр. 43 сантиметрге 25 сантиметрді қосамыз. Бейненің жиегінің ұзындығы 68 сантиметр екен. Келесі есепті шығару үшін экранға назар аударыңдар. Ұлу А нүктесінен артқа қарай 3 сантиметр, одан солға қарай 3 сантиметр, алға қарай 3 сантиметр, оңға қарай 3 сантиметр жүріпті. Сонда қайда келді? Алдыңғы тұрған жеріне келді. Сонда ұлу барлығы неше сантиметр жүрді? Соны есептейік. Қандай бейне шықты? Квадрат немесе текше. Текшенің барлық қабырғалары тең екен. Текшенің жиегінің ұзындығы 12 сантиметр екен. Мұны есептейтін басқа қандай оңай жолы бар? Балалар, ойланыңдар. Текшенің 4 қабырғасы бар. Бір қабырғасының ұзындығы 3 сантиметр болғандықтан 4-ті 3-пен көбейтіп 12 сантиметр болады. Демек, текшенің жиегінің ұзындығын табатын 2 әдіс бар екен. Келесі есепті шығару үшін мұғалімдердің тақтаға био тақтасын орналастырды. Тақтада 5 нүкте берілген. 5 нүктені пайдаланып, бейнені сызайық. 1, 2, 3, 4, 5.
Бес қабырғалы қандай бейне шықты? Бұрышын санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қабырғалы, 5 бұрышты, 5 бұрыш бейне шықты. Бұл 5 бұрыштың қабырғалары неше сантиметр екен? Екі нүктенің арасы 5 миллиметр. Мұғалімдерің 5 бұрыш бейненің қабырғаларының ұзындығын жазып көрсетсін. Балалар, сендер дәптерлеріңе тек шығарылуын жазып алыңдар. 2 сантиметр, 2 сантиметр, 2 сантиметр, 2 сантиметр, 2 сантиметр. Барлық қабырғасы 2 сантиметрге тең екен. Олай болса, жиегінің ұзындығын табайық. Жиегі жасыл түсті екен. Екіні 5 рет қоссақ 10 сантиметрге тең. Енді көбейту амалы бойынша есептейік. 5 қабырғалы, бір қабырғасының ұзындығы 2 сантиметрге тең. Олай болса, 5 пен 2-нің көбейтіндісі 10 сантиметр. Біз барлық қабырғасы тең 5 бұрыштың жиегінің ұзындығын таптық. Енді келесі бейнені орналастырайық. Жиегі жасыл түспен көрсетілген. Бұл қандай бейне? Бұрышын санаңдар. 4 бұрышты екен. Олай болса, 4 бұрыштың қабырғаларының ұзындығын табайық. Екі нүктенің арасы 5 миллиметр болғандықтан, мұғалімдерің 4 бұрыштың қабырғаларының ұзындығын жазып көрсетсін. 4 сантиметр, 2 сантиметр, 5 сантиметр, 2 сантиметр. Барлық ұзындығы қанша екен? 13 сантиметр. Олай болса, біз қандай бір 4 бұрыштың бейненің ұзындығын тапқанда 4 қабырғасының ұзындығын қосып табатын болдық. Мұғалімдерің тақтаға бейнелерді орналастырды. Алғашқы 3 бұрыш бейненің қабырғасының ұзындығын жазып қойдым. 3 қабырғасы үшеуі де тең екен. Мұғалімдерің 3 бұрыштың жиегін қызыл түспен анықтап сызып қойдым. 3 бұрыштың барлық жиегін ұзындығын табайық. Біз қосу амалымен шығаруды білеміз. 3 қабырғасын қосамыз. Енді көбейту тәсілі бойынша шығарайық. 3 қабырғасы тең болғандықтан 3 қабырғасын жаздым. Бір қабырғасы 10 сантиметр болғандықтан 3-ті 10 мен көбейтіп 30 сантиметр. Келесі бейнеге назар аударайық. Мұғалімдердің жиегін бірдей ұзындықта таяқшамен қоршап қойдым. Бұл қандай бейне? Бұрышын санайық. 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6 бұрышты, 6 қабырғасы тең. 6 бұрыш бейне. 6 бұрышты, 6 қабырғасы тең, 6 бұрышты бейне. Оны қосу амалымен орындауға болады, және көбейту амалымен қалай шығарамыз? Қабырғасының саны 6. Бір қабырғасының ұзындығы 8 см. Олай болса, барлық жиегінің ұзындығы 6-8 емес 48 см. Келесі бейнені мұғалім тағы 8 см ұзындықта 5 таяқшамен жиектеп қойдым. Енді бұрышын санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қабырғалы, 5 бұрышты, 5 бұрыш. 5 бұрыштың барлық қабырғалары 8 см-ге тең. Бейненің жиегінің ұзындығын табайық. 5 қабырғасы 5. Бір қабырғасының ұзындығы 8 см-ге тең. Демек, 5 8-ім 40 см. Біз бірдей қабырғалы бейнелердің жиегінің ұзындығын тапқанда қабырғасының санын бір қабырғасының ұзындығымен көбейтіп таптық. Енді экранға назар аударыңдар. Мұғалімдерің есептік сөзін оқып берсін. Баттың әкесі ауласын айналдырып жарық әшекейін жасамақ болды. Бұған неше метр жарық әшекей қажет? Ауласының суреті және жарық әшекейі көрсетілген. Солай ма? Ауланы мұғалімдерің бейнемен көрсетсін. Ауланың қабырғасын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ауланың 6 қабырғасы бар екен. Олай болса, мына бейненің жиегінің ұзындығын тапсақ, баттың ауласының жиегінің ұзындығын табамыз. Мына сандарды қосыңдар. 20 метр қосамыз, 25 метр. Қосамыз 17 метр. Оған 12 метрді қосамыз. Қосамыз 3 метрді. Қосамыз 13 метр. Біз 6 қабырғасының ұзындығын қостық. Енді барлық қабырғасының қосындысын табайық. Мұнда бүтін 10 шығатын сан бар ма? Қараңдар. 17 және 3-тің қосындысы 20 метр. Келесі 12 және 13-тің қосындысы 25 метр. Енді қосайық. 20-ға 25-ті қоссақ 45 метр. 45-ке 20-ны қоссақ 65 метр. 65 метрге 20 метрді қоссақ 90 метр. Демек, баттың әкесіне 90 метр жарық әшекейі қажет екен. Біз есепті шығарып болдық. Енді өздеріңді бағалап тапсырмасын орындаңдар. Бірінші бейненің жиегінің ұзындығын табайық. Есептеңдер. Дұрыс жауабы
18 сантиметр. Бұл бейненің жиегінің ұзындығы 18 сантиметр. Келесі бейнеге назар аударыңдар. Төрт бұрыш екен. Жиегінің ұзындығын табыңдар. Тағы 18 сантиметр екен. Үй тапсырманы белгілеп алыңдар. Үйде оқулықтың 59 бетіндегі нөмір 225 есепті шығарыңдар. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңдар.